Қыз бен жігіттің жүруіне бола ма? Болмайды. Қыз бен жігіттің жүруіне болмайды. Яғни ислам дінінде егер біз өзімізді мұсылманмын деп есептейтін болсақ, Аллаға сенем, оның пайғамбарына сенем, ислам дінін мойындаймын, Құран кітабым деп мойындаймын деп, ла иляха иллаллах Мұхаммадан расулалла деп кәлима сөзімізді айтып, куәлік сөзімізді айтып, өзімізді мұсылман есептейтін болсақ, өлгеннен кейін қайта тірілеміз, ертең ана жақта жәннат деген нәрсе бар, ертең ана жақта дозақ деген нәрсе бар, бүкіл жақсы амалдарымыз бен жаман амалдарымыздың барлығына ертең Алланың алдына барған кезде есеп береміз деп сенетін болсақ, онда сіз бенен біз қыз бен жігіттің некесіз, неке қиылмай тұрып, қыз бен жігіттің жүруі, сөйлесуі, құшақтасуы, сүйісуі, астағфируллахил азим, бұл дұрыс емес. Алла сақтасын, бұл харам. Бұл сондай-ақ үлкен күнәлардың қатарына кіріп кетеді. Сондықтан мен айтатыным, барлық нәрсе привет деген сөзден басталады деймін. Привет. Яғни сен танымайтын қызға барып не үшін привет деп айтасың мысалда? Егерде ол жігіттің негізгі мақсаты сол қызбен жаңағы танысып, жаман мақсатта сөйлесіп, жаман мақсатта танысып, ары қарай ішкі ниетің пайдалану болатын болса, Алла сақтасын, барлық бәле приветтен басталады. Көзіңді қысасың, сөйтесің де жаңағы ары қарай күнәні тартады дейді. Күнәні тартады. Өткен дәрістерімізде айтқандай, адамның бойында, ер адамның бойында әйелге деген құмарлық бар. Құмарлық. Сондай нәзік жандылардың бойында, қыз баласының бойында еркекке деген құмарлық бар. Яғни бір-бірін қалайды. Еркек пен әйел бір-бірін қалайды. Белгілі бір уақытта, яғни жетілген кезде ойлай бастайды, іздей бастайды, қалай бастайды, яғни оянады сол сезімдер, білесіздер. Оны шәһуат дейді, нәпсі құмарлығы дейді. Егерде оны оятатын болсақ, яғни ояту деген нәрсе бар да, яғни белгілі бір деңгейде ол және қозып кететін болса, ол оянып кететін болса, өзін ұстай алмай қалады. Расымен де жаңағы білесіздер, оны сіз білем, біз оны 100%-ке білеміз. Өйткені біз адамбыз. Алла субханаху ва тағала Құранда адам баласын әлсіз жараттық дейді. Адам баласы әлсіз жаратылған екен. Егерде сондай бір жаңағы белгілі бір күнәлі іс болатын болса, сол күнәдан барынша тақуалықпен өзін сақтамаса, ол күнәға оп-оңай түсіп кете салады. Сондықтан қыз бен жігіттің жүруі бола ма деген кезде болмайды. Неге? Алла субханаху ва тағала «Уәлә тақрабуз зина иннаху кана фахишатан ва саа сабила». Садақаллахул азим. Алла субханаху ва тағала былай дейді. Нақты айтатын болсақ, мен сіздерге айтайыншы. Алла тағала не дейді? «Уәлә тақрабуз зина» дейді. Зина дегеніміз не? Зина дегеніміз жігіт пен қыздың некесіз, неке жоқ болып бір-бірімен жыныстық қатынасқа түсуі. Ал пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям хадистеріне сүйенсек, зина дегеніміз жігіт пен қыздың некесіз жыныстық қатынасқа түсуі дедік қой. Ал пайғамбар хадисінде осы зина үлкен зина және кіші зина деп бөлінеді екен ғой. Үлкен зина дегеніміз жаңағы жоғарыда айтып кеткендей жыныстық қатынас. Некесіз, неке жоқ, ол сенің әйелің емес, ол сенің күйеуің емес. Сөйте тұра екеуі бір-бірімен төсекте жыныстық қатынас жасауы, бұл зина. Ал ислам діні бойынша бұл ең ауыр күнәлардың қатарына кіреді. Алла сақтасын. Алла сақтасын. Қиямет жақындаған кезде зина болсын, ауыр күнәлардың қоғамда белең алатындығы жайында, кеңінен етек жайып жайылатындығы жайында пайғамбарымыздың хадистері бар. Расымен де біздің қоғамда осы зина жасау күнәсі белең алған. Алла сақтасын. Көзімізді аша алмайтын болдық қой. Құлағымызды тия алмайтын болдық. Неге? Өйткені телевизорда, сондай-ақ жаңалықтарда, сондай-ақ біздің қоғамда естіп те жүрміз, көріп те жүрміз айналамыздағы адамдардан. Зина деген нәрсені оп-оңай істей салады. Қыз бен жігіттің жүріп, үйленбей тұрып, сүйісіп, құшақтасып, аймаласып, ең соңында жаңағы зина жасап, оп-оңай жүре береді. Ода тұрған не болыпты дейді. Бір-бірін жақсы көреміз бол дейді. Алла сақтасын. Астағфируллах азим. Сіз бенен біз мұсылманбыз ғой. Сіз бенен біз бірінші тілек-тілеңіз бір Аллаға жазбасқа деген сол бабалардың ұрпағымыз ғой. Ата-бабамыз мұсылман болған, ата-бабамыз мықты болған, дініне берік болған дейміз. Бірақ сол бабалардың ұрпағы, мына біздер, мына біздің қоғам, Алла сақтасын, күнә деген нәрседен, ауыр күнәлерден көзімізді аша алмайтын болдық. Жағдайымыз өте қиын. Алла сақтасын. Барлығымыз қазақпыз, барлығымыз мұсылманбыз, барлығымыздың әпке қарындастарымыз бар, барлығымыздың аға бауырларымыз бар. Алла тағаланың тыйған, харам еткен амалын
ең ауыр күнәлардан болған бұл амалды астағфируллах азим оп оңай жасап жүр. Не істейміз сонда? Қалай құтыламыз бұл жолдан? Және осы күнәні оп оңай істеп жүріп, Алладан қандай да бір мұқтажыңды қалай сұрайсың? Астағфируллах азим. Алла тағала баршамыздың күнәмізді кешірсін. Адасып жүрген аға, бауыр, әпке қарындастарымызға тура жол нәсіп етсін. Алла тағала Құранда «Уәлә тақрабу зина, иннаху кәна фахишата ва са'a сабила». Екі сөз айтайын, осы екі сөздің айырмашылығы бар. Қараңыздар. Жақындама деген сөз бар, бірінші. Екінші, істеме деген сөз бар. Осы екі сөздің айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы үлкен. Үлкен айырмашылығы бар. Мысалы, Алла тағала Құранда «Уәлә тақрабу зина» деді. Иқтараба яқтарибу. Бұл сөздің мағынасы жақындау деген сөз. Сонда «Уәлә тақрабу зина», зинаға жақындамаңдар дейді. Ал шын мәнінде ақылға салатын болсақ, сіз ойланыңызшы, бұл зина деген ауыр күнә, бұл зина деген жігіт пен қыздың некесіз жыныстық қатынасы, бұл үлкен ауыр күнә. Енді осы ауыр күнәні Алла тағала тыйым салған кезде істемеңдер, зина істемеңдер, зина жасамаңдар деген, уәлә тафалу деген сияқты істемеңдер деген сөзбен айтқан жоқ. Үйтіп айтқан жоқ, істемеңдер деген жоқ. Уәлә тақрабу зина дегеніміз бұл сөздің мағынасы зинаға жақындамаңдар, зина жасамаңдар, зина істемеңдер деген сөзбен зинаға жақындамаңдар деген сөздің екеуінің айырмашылығы бар. Өйткені зина істемеңдер дегенге қарағанда зинаға жақындамаңдар деген сөздің мағынасы анадан үлкен. Істемеңдер дегеннен де ауыр сөзді. Өйткені Алла субханаху ва тағала зина жасамаңдар, зина істемеңдер деп айтатын болса, адам деген сондай бір жаратылыс екен да, өзін ақтап сондай. Егер де зина жасамаңдар дейтін болса, сізбенен біз, мына біздің қоғамдағы адамдар былай деп айтуы мүмкін да, негізі. Қарашы, қалай деп айтады? Алла тағала Құранда зина жасамаңдар деді ғой. Ал мен ол қызбен зина жасаған жоқпын. Тек онымен құшақтастым, тек онымен сүйістім, тек мен оның және он менің тәнімді ұстады, аймаластық, сүйістік, жай ғана құшақтасып жүрдік, жай ғана құшақтасып отырмыз, жай ғана бір-біріміздің жаңағы Алла сақтасын біздің қоғамда болып жатқан нәрселерді айтып жатырмын да. Жалпы бұл ашық нәрсе, сізбенен біздің ашық білетін нәрсеміз. Бұл қоғамда болып жатқан ақиқат, шындықта. Бұл негізінде сондай бір жиіркенетін, адам қорқуы керек болған амалдар. Бірақ бұл нәрселерді біз ашық айтуымыз керек. Ашық айтпай жұмбақтап айтатын болсақ, онда кейбір адамдар түсінбеуі мүмкін да. Сондықтан да бұл ешқандай да бір жасыратын нәрсе емес. Бұл қоғамда болып жатқан, мен мұсылманмын деп жүрген қазақ жігіттерімен, мен мұсылманмын деп жүрген қазақтың қыздарының, қаракөз қарындастарымыздың бойынан табылып жатқан амалдар. Осы нәрселерге біз қалай көмектессек екен, қалай күнәдан алыстап жақсылыққа қарай, Алланың жолына қарай, тазалыққа қарай қалай келеді екен деп жанашырлықпен айтып жатырмыз. Егер де жігіт пен қыздың арасында некесі болмаса, жігіт бөтен бір қыздың, бөтен бір әйелдің қолынан ұстауға, құшақтасуына, сүюіне болмайды. Қыз бен жігіттің жыныстық қатынасқа түсуі былай тұрсын, Алла сақтасын. Қыз бен жігіттің бір-бірін қолын ұстауы болмайды. Алла тағала оның барлығынан қайтарды. Неге? Өйткені зинаға жақындамаңдар деген кезде зинаға алып баратын бүкіл жолдан алыстаңдар дейді. Яғни ең алғашқы кезде, ең бірінші рет қыз бен жігіт бір-бірін көрді. Сөйтеді де привет дейді, привет дейді, сәлем дейді мысалы. Сөйтеді де қолын беріп амандасады. Сөйтіп қолын беріп амандасып жүреді. Сөйтеді де бір-бірінің қолын уақыт өте келе қыса бастайды. Сөйтеді де жігіт қызға сондай бір күлдірту үшін анекдоттар айта бастауы мүмкін, гүл беру мүмкін, сызылып, майысып күлуі мүмкін. Осының барлығы жаңағы оянып жатыр. Бір-біріне деген құмарлықтары оянып жатыр. Сөйлесіп жүргендеріне, кездесіп жүргендеріне бір апта болды дейік. Басында қолын беріп амандасатын еді. Сөйтеді де бетін сүйіп амандасатын болады. Привет деп бетін сүйіп амандасады. Бетін сүйгеннен кейін құшақтайды. Құшақтағаннан кейін ары қарай кете береді. Яғни зинаға жақындамаңдар деген кезде зинаға алып баратын осының барлығынан алыстаңдар дейді. Басқан кезде қыз бен жігіт мүлдем жеке қалып кетулеріне болмайды. Ешкім жоқ жерге барып кездесіп, ешкім жоқ жерге барып отырып, әңгімелесіп, қылмыңсып, майысып, жігітте қызды күлдірту үшін неше түрлі сөздер айтып, қызда жігітті өзіне қарату үшін қысқа киініп, әтір себініп, майысып, Алла сақтасын. Бұның барлығын сіздер жақсы білесіздер. Жігіт пен қыздың арасында болатын осы жағдайдың барлығын беске білесіздер.
қалай жігітті қарату керек, қалай қызды қарату керек, қалай бір-бірін сындыру керек, қайткен кезде жігітке ұнаймын, қайткен кезде қызға ұнаймын деген сияқты. Неге деп ойлайсыздар? Дәл сол кезде ми мықты жұмыс жасап кетеді ғой кәдімгідей. Қызды сындыру керек болатын болса, қызға ұнау керек болатын болса, ана жігіттің басы мықты істеп кетеді. Немесе бір қыз ана жігітті сындыру керек болатын болса, қыз ана жігітті өзіне қарату керек болатын болса, сол кезде ана қыздың басы мықты жұмыс жасап кетеді ғой. Неге? Өйткені ол кезде шайтан, ләғнәтулла, Аллахтың оған лағнеті болсын, шайтан қатты жұмыс жасайды. Ал бір сабақ, кітап оқиын десең, сабақ қарайын десең, жұмыс жасайын десең, басың істемей қалады ғой. Ана кітап оқыған кезде жалқауланып, ұйқың келіп, сабақ қараған кезде бүйтіп, рас солай ғой. Бірақ неге бір күнә іс істейтін кезде миың істеп кетеді ғой кәдімгідей. Ана қызға жағу үшін, ана қызды сындыру үшін, ана қызға ұнау үшін біреуден қарызға алып, гүл сатып алып, подарка сатып алып, оны киноға шақырып, қыдырып, мықты киініп, сағыз шайнап барады, әтір себініп барады, қызды ана жерде қысқа көйлегін киіп, Алла сақтасын, біздің қоғамда болып жатқан нәрселер жаңағы жоғарыда кеткендей мектеп жасында жүру деген түсінік бар. Сөйтеді де шайтан жұмыс жасайды. Қыз бен жігіт жүреді. Ал ислам діні бойынша білесіздер, қыз бен жігіттің қолын ұстауы болмайды, Алла сақтасын. Қолын ұстауға болмайтын болса, әлбетте оны сүйісу харам, Алла сақтасын. Әлбетте оны құшақтауың харам, астағфирулла. Әлбетте Алла сақтасын, жыныстық қатынас жасау ең ауыр күнә болып есептелінеді. Қолын ұстаудың өзі болмайтын болса. Ал біздің қоғамда қолын ұстау жайында қалды ғой, дұрыс па? Қолын ұстамайды, құшақтасып, сүйісіп, жаңағы ауыр нәрселерді істейді. Қазіргі кезде мектеп жасындағы кішкентай қарагөз қарындастарымыздың аяғы ауыр болып қалуы, сондай-ақ жаңағы пәктігінен айырылып қалуы деген сияқты жағдаяттар өте көп естіп жатырмыз. Ал қазақ жігіттерінің де, Алла сақтасын, қарагөз қарындастарымызды бірінен соң бірін пайдаланып, лақтырып кетіп жатқан сондай бір адасып жүрген қазақтың жігіттері бар. Сондықтан құрметті бауырлар, Аллах Тағала Құранда «Уәлә тақрабу зина» зинаға жақындамаңдар. «Иннаху кәне фахишата ва са'a сабила» расында ол үлкен арсыздық жол дейді. «Иннаху кәне фахишата ва са'a сабила» ұнамсыз, жағымсыз, сондай бір үлкен арсыз жол дейді. Ол жақсы жол емес. Ал кімде-кім зина жасайтын болса, оның күнәсі өте ауыр. Сонда құрметті бауырлар, құрметті қарагөз қарындастарымыз, Алла сақтасын, мен сені жақсы көремін, мен сені сүйемін, ұнатамын, әдемі екенсің, тағысын тағы деген сияқты жігіттердің, сондай бір пиғылы жаман, ойы арам болған, жаман жолда жүрген жігіттердің сондай бір азғыруларына, өтірік алдамшы сөздеріне алданып қалмаңыздар. Пәктіктеріңізді сақтаңыздар, Құдайдан қорқыңыздар. Қазақтың жігіттері, Алла сақтасын, Құдайдан қорқыңыз. Сіздің де әпкеңіз бар, сіздің де анаңыз бар, сіздің де қарындасыңыз бар. Сіздің қарындасыңызды солай пайдаланып кетсе, сіз ешқашан ұнатпайсыз ол нәрсені. Алла сақтасын. Сөйте тұрасыз біреудің қарындасын, біреудің болашақ анасын, біреудің болашақ әйелін, астағфирулла, сөйтіп жаман жолға пайдаланбақшысыз. Құдайдан қорқыңыз. Сондықтан егер де сіз бенен біздің, яғни барлығымыздың көкейімізде жақсы бір жігітке, иманды жігітке, Құдайдан қорқатын, өтірік айтпайтын, аманатқа қиянат жасамайтын, жаңағы ұрмайтын, соқпайтын, енді қиялымыздағы сондай бір керемет жігіттер бар ғой жаңағы. Сондай бір күшті бір жігітке тұрмысқа шықсам деген арманыңыз болса, сондай-ақ сондай бір әдемі, пәк, ар ұяты бар, бойсұнғыш, сондай бір тақуа, жақсы бір қызды алғым келеді, сондай бір жақсы қызды жар еткім келеді, сондай бір жақсы қыз менің әйелім болса ғой дейтін болсаңыздар, құрметті жігіттер, құрметті жігіттер мен қыздар, ең әуелі әрқайсысы өз-өзін дұрыстау керек. Ең бірінші кезде, Алла сақтасын, күнә істемеңіздер. Мысалы, қыз бен жігіттің жүріп жатқан, Алла сақтасын, қыздың жігіттің бір-бірін қолын ұстауы, сүйісуі, құшақтасуы болмайды. Жалпы өздеріңіз жақсы білесіздер, Алла Тағаланың ұнатпайтын, харам еткен амалдарын істеп, мен бақытты боламын, жетістікке жетемін дейтін болсаңыздар, қателесесіздер. Барынша Алла Тағаланың тыйған харам амалдарынан алыс болыңыздар. Сондай-ақ Алла Тағаланың бұйырған парыз амалдарын орындауға асығыңыздар. Намаз, 5 уақыт намаз оқыңыздар. Ораза ұстаңыздар қасиетті Рамазан айында. Ниет етіп, иншалла, биыл ораза ұстаймын деп ораза ұстаңыздар. Барынша ата-аналарыңыздың айтқан сөзін тыңдап, ата-аналарыңыздың разылығын алыңыздар. Сондықтан
Жоғарыда айтып кеткендей, осы сөздеріміз сіздерге пайдалы болса, иншалла, білмей істеген күнәларымыз болса, сол күнәларымыз үшін тәубеге келейік. Бүгіннен бастап Алла сақтасын, қызбен жүру, жігітпен жүру деген нәрсені қояйық, тастайық. Сүйісуге, құшақтасуға, жүруге, сондай-ақ кейбір жандар бар, қыз бен жігіт кездеседі де бір-бірінің ұятты жерлерін ұстап, бір-бірінің ұят жерлерін аймалап, осылай істейтіндер бар. Бұның барлығы, Алла сақтасын, Құдай сақтасын, құрметті бауырлар, ауыр, харам болған күнәлар. Құдайдан қорқыңыздар. Жаман жолға түсіп кетсеңіздер, Алла тағаланың ашуы қатты, сондай-ақ Алла тағаланы ренжітіп, Алла тағаланың алдында харам істерді істеп, ертең мен бақытты боламын деп ойлау үлкен сорақылық. Бірақ Алла субханаху тағала инналлаха таувабур рахим, Алла тағала тәубелерді қабыл етуші. Сондықтан істеген істеріміз үшін, күнәларымыз үшін Алладан кешірім сұрап тәубеге келуіміз керек екен. Алла тағала баршамыздың күнәларымызды кешірсін. Алла тағала дозақ отынан сақтасын. Алла тағала қабір азабынан сақтасын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.